Қайырлы күн. Фоны жоқ суретті қайдан аламыз? Фоны жоқ суретті мына Google-ға кіреміз. Мінекей. Google-ға кіреміз да, мына поискке жазамыз. Ағылшынша, мына ағылшынша басамыз да, әріптерімізді. PNG дейміз. PNG, мысалы маған не керек? Гүл керек па? Мен PNG цветы деймін. Цветы. Белый, қызыл, көк, қандай жаза бересіздер үшін. Так, мінекей, енді лупаны басамыз. Міне. Мына жерде сізге гүлдер шығып тұр. Мысалы осы гүлді біз мына жерден жанына қараймыз да, 3 точка тұр ғой төбесінде. Соны басамыз да, отправить. Жоқ, отправить етпейміз. Үстінен басамыз да, скачать изображение дейміз мінекей. Менің галереяма кетті. Енді қайтадан назад. Тағы да қандай гүлдер бар. PNG-дің. Мысалы мына бір гүлі. Мына гүлді де алғым келіп тұр. Мына гүлді үстінен басамыз. Мына астына скачать изображение болып тұр. Соны басамыз. Енді ол галереяға кетті. Тағы да мына гүлді үстінен басамыз. Бұл суреттердің кейбіреулері алынады. Хромакеймен аламыз, а кейбіреулерін кәдімгідей фон алатын кап-капта бар ғой, соны аламыз. Еще қандай гүлдер керек? Мысалы мына гүлдер жақсы. Енді өстіп скачать етіп ала береміз. Енді біз тағы да цветі емес, не сұрасақ болады? Мысалы дети. Мінекей. Мынау жаңағы ютубта жүргіземін дегендерге мінекей осындай PNG. Мысалы мынаны. Мінекей. Осыны аламыз да, скачать изображение аламыз. Тағы да бір-екі ойнайын, кейбіреулері болмай қалады да. Мынаны аламыз, үстінен басып, бұны да скачать етеміз. Енді мен кап-капқа барамын. Менің галереяма бұлардың бәрі түсті. Көрдіңіздер ме? Жаңағы суретімде не. Енді мен кап-капқа барамын. Мінекей кап-кат. Мінекей. Кап-катқа кіреміз да, мынау новый проект деген плюсикті басамыз. Енді біз негізі бұл жерде мысалы бір нені ала саламыз. Так. Бір роликті ала салайық енді. Азғантай түсірген. Мысалы мынаны алайын. Мінекей. Бұл главныйына басқа бір нәрсені алып тұрамыз бұл жерге. Қазір PNG. Енді сіздерге өздеріңізге керек нәрсеге қойасыздар ғой. Ал енді наложение деген тұр астында, көрдіңіздер ме? Наложениені басам. И плюсикті басам тағы да. Содан кейін фотоны басам. Мына жерде видео и фото деп тұр төбеде. Ал енді мына жерде дети алайын. Добавить етейін. Добавить еткеннен кейін мына жерде сос қойсақ та болады. Мына астынан қараймыз. Мына вырезка деген тұр мына жерде. Адамның несі, көлеңкесі. И мына жерде удалить фон дегенді бассақ та болады. Болмайды екен, енді оны назадты. Мына жерде назад тұр, назадты басамыз. Хромакейді ұстаймыз енді біз. Мінекей, хромакей тұр мына жерде. Хромакейді аламыз да. Мына жағын өстіп түртеміз. Мінекей, интенсивность деген шығып тұрады. Соның үстіне бассақ, мынандай шығатыны. Көрдіңіздер ме? Осылай жаңағыдай мінекей, астына фон қойып, өсіп ала бересіздер. Астында жаңағы фон болғанда былай ғой, енді мына жерде қазір мен плюсикті басам да, фонды қоямын мен. Менде фон. Осының астында. Енді ол жерде фонды не аласыздар, тартып аласыздар, жаңағы ненің ішінде. Мысалы, мына жерге қоя салайыншы осыны үлкейтіп. Добавить етемін да. Мынаны былай, бұл емес. Мынаны үстінен басам да. Мынаны үлкейте салсам да болады. Көрдіңіздер ме? Осы жерден арасында мысалы мен тағы да смайликтерді қоя берсем де болады мына арасына. Или жазу жазсам болады. Мысалы мен мына жерде жазам. Назадқа басам да. Текст дегенді басам да. Тока-бока деп қоямын. Мультиктер бар ғой, тока-бока. Соны мінекей А плюсты басамын. И английский. Үлкен әріп. Тока
пока. Осыны енді эффектіні таңдаймыз. Мысалы мына цветнойды. Кетті. Біз мынаны бүйтіп екі бөліп, мінекей. Пока деп өстіп шығып тұрады. Енді бұны біз фонымызды, форматымызды өзгертеміз. Тағы да алғашқысына барамыз. Мінекей астына қараңыздар. Міне соотношение сторон дегенді басамыз. Сол жерде мынау неге шығады. Мінекей ютубқа арналған мынау тұр. Осыны басамыз. Өзі сондай форматта тұр екен, көрдіңіздер ме? Мінекей жан-жағына тағы да жаңағыдай балдарды қоямын десеңіздер де болады. Мысалы қайттан тағы да мына наложение, астында наложение тұр. Наложениені басамыз. Мына плюсикті бассақ, мына жерде тағы да балдар тұр. Осыны қойып көрейік. Мінекей. Мынаны былай жылжытамыз да, балалар мына жерде тұрады. Көрдіңіздер ме? Мына нені әріпті. Так, текстке барамыз. Үстіне басамыз. Жылжытамыз. Үлкейтеміз десек. Осылай кете береді. Ал нем ұнаса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Келесі тағы да үйрететіндерім бар. Енді осыны жүктейміз енді. Жүктегенде былай істейміз. Мынаны анық болу үшін, мысалы, мен өзім былай істеймін. Мына төбедегі 1080 деген тұр ғой. Соны былай басамыз, үстінен басқан кезде мынаны жылжытамыз былай қарай. Мінекей. Жылжытамыз да мына төбедегі стрелканы басамыз. Өстіп стрелканы басқан кезде мінекей жайлап кетіп жатыр. Өстіп загрузка етіп галереяға түседі. Ары қарай өздеріңіз білесіздер. Ал келесі видеомда кездескенше.